Мына елімізде қазір армияның темасы өте ауыр болып тұр ағайын, иә. Жақында ғана 18 жасар бала қайтыс болды деді. Жатқан жері жайлы болсын. Менің бір хует ететінім, осы уақытқа дейін қаншама бала армияға барып, қаншамасы қайтыс болып келіп жатыр. Солардың біреуіне болсын бір жауапкершілік алған адам көрдіңдер ма? Иә, бұл менің жұмысыма салғырт қарадым. Бұл баланың өміріне мен жауапты едім. Осындай жағдай болып қалды, өкінішке орай. Мен жауапкершілікті өз мойныма алам деп халық алдына шығып айтқан бір адам көрдіңдер ма? Жоқ, шеше, ондай. Бәрі жазады, ол бала ауырған, ауру болған, байқамай өліп қалған деген сияқты. Қалай адам жайдан жай өліп қалады, мен түсінбеймін, бар ғой. Адамның өлімі хайуанмен теңесіп кеткен ба сендер үшін? Ол ауру болған болса, военкоматтан қалай өткізді оны? Военкоматтағылар айта салады, бізден өткенде нормально болған, частьқа барып сондай болған шығар деп. Ал частьтағы, санчастағылар не қарап отыр? Күнде тексереді емес па таңертең? Гематомаң бар ма, ауырып тұрған жоқсың ба деп. Солар не қарап отыр мысалы? Сұрақ көп, бірақ жауап табу қиын ондайға шы. Қаншама балаларға айттың келеді, армияға бар, жаңа достар көресің, жаңа орта көресің деп ше. Бірақ қаншама бала өліп келіп жатқаннан кейін қай әке шеше өзінің әлпештеп отқан баласын армияға жібергісі келеді? Жібергісі келмейді, конечно, бірақ қинап алып кетеді. Көшеде жүрген жерінен, жұмысынан қинап алып кетеді, ал ол өліп келсе ешкім жауап бермейді. Әділеттілік қайда сонда?